жалпы адамзаттық қандай құндылықтар көрінеді? Баланың ақбас қозыға қамқорлығынан біз адамзаттың табиғатқа деген махаббатын көреміз. Жақсы, рахмет. Келесі. Кім шағылы? Бесен Айдарға қандай кеңестер берді? Бесен Айдарға: Айдар, сен де өсесің, бірақ қол сияқты бір-екі айда өспейсің. Сенің өсетінің ол ай жыл сайын сенің туған күнің болады деді. Жақсы. Жарайсыңдар балалар. Ендеше біз үй тапсырмасын жақсы меңгердік деп ойлаймыз. Жақсы, ендеше балалар, біздер мұғалімсізіне ағаш шеккен қария әңгімесін алып келді. Соны мұқият отырып тыңдаймыз. Жақсы ма? Көп жасқа қарағым. Байқаймын, біраз жасқа да жетіп қалыпсыз. Соған қарамастан ағаш отырғызып жатқаныңызға таң қалып тұрғаным, осы ағаштардың жемісін жей алар ма екенсіз дейді. Сонда қария: отырғызған ағашының жемісін жеу шарт емес. Бізде ата-бабаларымыз еккен ағаштардың жемісін жеп жатырмыз ғой. Келер ұрпақ үшін егіп жатырмын дейді. Бұл жауапқа риза болған патша нөкерлеріне қарияға бір кесе алтын беріңдер деп бұйырады. Сонда қария: көрдіңдер ме, мен еккен ағаш қазірден бастап өз жемісін бере бастады дейді. Бұл жауапты патшаға алып нөкерлеріне тағы бір кесе алтын беруін бұйырады. Мұны көрген қария жымиып, басқалардың ағашы жылдап Жақсы, ендеше балалар, постерімізді қорғап болса, бір топ ортаға шығып қорғай қояйық. Қай топ айтамыз? Тезірек. Балалар, постерімізді қорғап болса, бір топ ортаға шығып қорғай қояйық. Қай топ Табиғаттың арқасында адам өмір сүре алады. Табиғат біздің тіршілік етуіміз үшін су, ауа, жел, күн арқылы тіршілік бар. Тіршілік, табиғат тіршіліктің көзі. Табиғат балалар, сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.